Хаж сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Уа адамдар, Раббыларыңа асылық қылып, қаһарына ұшыраудан сақтаныңдар, біліп қойыңдар. Шүбәсіз қиямет күнінің зілзаласы алапат құбылыс. Сол күні бала емізетін әр ананың қатты қорыққаннан баласын ұмытқанын, әрбір жүкті әйелдің және буаз жануардың іш тастағанын көресің. Сондай-ақ адамдардың бәрін ес-түсінен айырылып теңселген мас күйінде көресің. Асылында олар мас емес. Алайда Алланың азабы тым қатты. Адамдар арасында ешқандай ілімге, нақты мәліметке сүйенбестен, яғни ілімі, дәлелі болмаса да Алла жайында таласып тартысатын және әрбір азғын әзәзіл шайтанның соңынан еретіндер бар. Шайтанның пешенесіне жазылған иләхи тағдыр мынандай: кімде-кім шайтанды дос тұтса, ол міндетті түрде оны адастырады әрі тұп-тура жалындаған жаһаннам азабына жетелейді. Уа адамдар, егер өлгеннен кейін қайта тірілуге қатысты күмәндарың болса, біліп қойыңдар. Біз сендерді әу баста топырақтан жараттық. Содан кейін сендерді ер мен әйелден бөлініп, әйелдің жатырында тұрақтайтын бір-екі шахуат тамшысынан, содан соң жатырға сүліктей жабысқан, үйісқан жасушадан, һәм содан кейін жаратылысы белгілі деңгейде қалыптасқан, алайда толық қалыптаспаған, бір шайнам етке ұқсаған шақалақтан жараттық. Міне осылайша сендерге өлгеннен кейін қайта тірілудің хақ екендігін, әрі өздеріңнің қайдан келгендеріңді анықтап көрсетеміз. Содан біз дүниеге келуін қалаған рухты жатырларға жақсылап орналастырамыз да, белгілі уақытқа дейін сол жерде ұстаймыз. Кейін сендерді нәресте етіп, жарық дүниеге шығарамыз. Содан соң ақыл ой, күш қуат жағынан кемелденіп, өсіп жетілулеріңе жағдай жасаймыз. Араларыңнан кейбіреулер жастай өледі, ал енді біреулерің әбден қаусап, алжитын шаққа дейін жетеді. Сөйтіп олар бұрын соңды біраз нәрселер үйреніп, білген болса да, қайтадан түк білмейтін күйге түседі. Сондай-ақ, өлгеннен кейін қайта тірілетіндеріңе тағы да бір дәлел ретінде жердің құп-құрғақ екенін көресің. Алайда оған көктен жауын жаудырғанымызда, әлгі өлі жер бірден дүр сілкініп, қопсып, жанданып көздің жауын алатын әрі көңілге қуаныш ұялататын әр алуан өсімдіктерді жұп-жұпымен өсіріп шығарады. Солай, өйткені Алла хақ, өзі де, әр сөзі мен ісі де өзгермейтін ақиқат. Күмәнсіз, өлілерді ол тірілтеді, һәм шүбәсіз, ол барлық нәрсеге құдіретті. Сондай-ақ қиямет күні міндетті түрде келеді. Оның орнайтындығына ешбір күмән жоқ. Һәм Алла қабірлерде жатқан өлілердің бәрін сөзсіз тірілтеді. Адамдар арасында ешқандай ілімге, нақты дәлелге яки жүрек пен ақыл ойды нұрға бөлейтін иләхи кітапқа сүйенбестен Алла жайында таласып тартысатындар бар. Ел жұртты Алланың жолынан тайдыру үшін көкірек керіп дандайсыған күйде таласып тартыса береді. Оның дүниедегі сыбағасы қор болу, ал қиямет күні оған жаһаннамның күйдіргіш азабын тарттырамыз. Сөйтіп оған, бұл азап дүниеде өз қолыңмен істеген күнәларыңның нәтижесі, әйтпесе Алла құлдарына әсте зұлымдық қылушы емес делінеді. Адамдар арасында Аллаға тек қара басының пайдасы үшін сүлесоқ құлшылық ететіндер бар. Мұндай адам мақсатына жетіп, жақсылыққа кенелсе, жаны жай тауып, мәз болады. Ал қандай да бір сынаққа, қиындыққа тап болса, бірден сырт айналып, жалтара қалады. Сөйтіп, дүниеде де, ақиретте де бар жақсылықтан қағылып, оңбай зиян шегеді. Міне, оңбай зиян шегу деген осы. Ондай бейбақ, Алланы былай қойып, өзіне зиянда, пайдада келтіре алмайтын нәрселерге, жалған құдайларға жалбарынады. Міне, тура жолдан барынша алшақтап, қатты адасты деген осы.
Тіпті пайдасынан көрі зияны көп пендеге, пірлеріне, басшы көсемдеріне құлдық ұрып, жалбарынады. Анығында оның жалбарынған құдайы неткен жаман қожа, неткен жаман жолдас. Алла иман келтіріп, игі істер істегендерді жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының іргесінен өзендер ағып жатқан жәннат бақшаларына кіргізеді. Шүбәсіз, Алла қалағанын істейді. Кімде-кім Алла өз елшісіне дүниеде һәм ақиретте қолдау көрсетпейді, Құранды, хақ дін исламды үстем қылмайды деп ойласа, онда төбеге жіп ассын да, сол жіпке асылып, буыны бөлсін. Сөйтсін де көрсін. Оның бұл айла амалы, ыза кегін келтірген нәрсеге, яғни Алланың елшісіне қолдау көрсетуіне бөгесін болалар мекен? Әрине бөгесін бола алмайды. Өйткені Алланың елшісіне екі дүниеде де жәрдем берері сөзсіз. Міне, кәпірлер қанша жерден ыза-кекке булығып, қарсы болса да, біз Құранды мән мағынасын анық етіп, һәм әр аятын айқын дәлел ретінде түсірдік. Шүбәсіз, Алла қалағанын тура жолға салады. Аллаға лайықты түрде иман келтірген мүміндер, яһудилер, жұлдыздарға табынған сәбилер, христиандар, мәжүсилер мен Аллаға өзгелерді серік етіп қосқандар бар ғой. Күмәндарың болмасын, Алла қиямет күнгі ұлы сотта олардың арасында билік айтып, кесімді үкімін шығарады. Өйткені Алла барлық нәрсеге толық куә. Көрмейсің бе? Көктегілер мен жердегілер, сондай-ақ күн, ай, жұлдыздар, таулар, ағаштар, барлық жан-жануарлар мен адамдардың көбі бір Аллаға сәжде етуде. Сонымен қатар, адамдардың көбіне күпірліктері үшін азап үкімі кесілген. Алла кімді қор қылса, оны ешкім үстемете алмайды. Шүбәсіз Алла қалағанын істейді. Мына Алланы мойындайтын және оны мойындамайтын жұлдызы қарсы екі топ Раббылар жайлы таласып тартысуда. Оны мойындамау, немесе оған өзгелерді серік етіп қосу арқылы күпірлік қылғандарға жалындаған оттан киім-кешек тігілген, олардың тас төбелерінен қайнаған су құйылады. Сол арқылы олардың бүкіл іш құрылысы мен терлері жидіп кетеді. Сондай-ақ онда олар үшін темір қамшылар мен гүрзілер әзірленген. Олар жан төзгісіз азапқа шыдай алмай, жаһаннамнан шығуға талпынған сайын кері қайтарылады. Және оларға кезінде өздерің жоққа шығарған жаһаннамның күйдіргіш азабын татыңдар делінеді. Шүбәсіз Алла иман келтіріп, игі істер істегендерді жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының іргесінен өзендер ағып жатқан жәннат бақшаларына кіргізеді. Олар онда алтын білезіктер мен інжу тағынады. Киімдері жібектен болады. Олар сөздің ең жақсысын айтуға, яғни бір Аллаға иман айтуға, һәм оны жар салуға бағытталған, әрі хамид, шексіз шүкір мен мадаққа әбден лайық болған Алланың жолына түсірілген жандар. Өздерінің күпірлік қылғанымен қоймай, өзге ел жұрттың да Алланың жолына түсуіне, әрі олардың мейлі Меккеде тұрсын, мейлі сырттан келсін, барлық адамдарға ортақ құлшылық орнына айналдырылған харам мешітіне кіруіне жол бермейтіндерге келсек, кімде-кім ол арада осылайша зұлымдықпен, ақиқаттан және әділдік жолынан таюды қаласа, оған жан төзгісіз азап тарттырамыз. Әйтсе де, кезінде Ибрахимге қасиетті үйдің, Қағбаның орнын құлшылық ететін жер ретінде белгілеп бергенімізде оған, маған еш нәрсені серік етіп қоспа, үйімді, оны тауап етіңдер, онда қиямда, тікесінен тік тұрып, рүкуғ жасап, иіліп, әрі сәжде етіп, құлшылық ететіндер үшін таза ұста деп бұйырған едік. Адамдарға қажылыққа келіңдер деп жар сал, барлық адамдарды қажылыққа шақыр, олар саған мейлі жаяу жалпы, мейлі ұзақ жолдан арып ашқан түйелерге мініп болса да, дүниенің түкпір-түкпірінен
төрт бұрышынан келсін. Келіп, қажылықта өздерін күтіп тұрған көптеген рухани һәм дүнияви пайдаларды көрсін. Сондай-ақ Алланың өздеріне ризық етіп берген малды белгілі күндерде Алланың атын атап құрбандыққа шалсын. Сөйтіп құрбандыққа шалынған малдың етінен өздерің де жеңдер, пақырлар мен кедейлерге де жегізіңдер. Содан кейін шаштарын, тырнақтарын алып, ихрамнан шығып, жуынып, шайынып, үсті бастарын толық тазартсын. Сондай-ақ сол күндер үшін қандай да бір іске бекінген болса, соны орындасын және парыз болған ифада тауабын ихрамнан шықпай тұрып орындамаған болса, дүниедегі ең қасиетті, ең көне үй Қағбаны айналып тауап етсін. Міне, бұл Алланың қажылыққа қатысты бұйрықтары. Ендеше кім-де-кім Алланың үкімдері мен қасиетті қылғандарын ұлықтайтын болса, онысы Раббысының алдында өзі үшін қайырлы болмақ. Сендерге бұдан бұрын харам екендігі айтылғандардан, яғни қан, өлік, арам өлген және Алланың аты аталмай сойылған малдардан өзге төрттілік малдың бәрі адал қылынды. Ендеше нас пұттардан, яғни пұтқа табынушылық сынды рухани настықтан іргелеріңді аулақ салыңдар. Жалған сөзден де барынша аулақ болыңдар. Жалған сенімдерден, екіжүзділіктен ада, таухид сенімін ту етіп, бір Аллаға байланған, берілген, оған өзгелерді серік етіп қоспайтын шынайы мүміндер болыңдар. Кім-де-кім Аллаға өзгелерді серік етіп қосса, ол бейне бір көктен құлап бара жатқандай, жыртқыш құстар іліп әкетіп, жұлым-жұлым қылған бейшараға немесе шалғайдағы жапан далаға жел ұшырып әкеткен бейбаққа ұқсайды. Міне солай, кім-де-кім Алланың нышандарын лайықты түрде құрмет тұтып ұлықтайтын болса, ол күмәнсіз жүректердің тақуалығынан, яғни Аллаға деген ерекше сый құрметінен, құрбандыққа арналған малдың құрбандыққа шалынатын уақыты жеткенге дейін сендерге пайдалары бар, яғни оларды құрбандыққа шалынатын кезге дейін сауын немесе мініс көлік ретінде пайдалансаңдар болады. Олардың құрбандыққа шалынатын межелі жері ең қасиетті, ең көне үй, Қағба орналасқан харам аймағы. Біз адамзат тарихындағы пайғамбарлардың соңынан ерген әрбір иманды үмбет үшін құрбан шалу рәсімін межелі уақытта һәм межелі жерде орындалуы ләзім құлшылықтардың бір түрі қылдық. Біз мұны олар Раббыларының өздеріне ризық ретінде берген малын Алланың атын атап, құрбандыққа шалсын деп істедік. Ендеше, уа мүміндер, құдайларың тек жалғыз құдай. Олай болса, оған ғана бас иіңдер. Уа Мұхаммед, Аллаға жан тәнімен бас иген шынайы мүміндерді сүйіншілеп, қуанта бер. Олар Алла аты ауызға алынғанда, Раббыларына деген ерекше сый құрметтен, әрі одан шын именгендіктен жүректері діріл қағады. Олар бастарына қандай ауыртпалық түссе де, мойымайтын, сабырлы һәм намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытлы оқитын ізгі жандар. Сондай-ақ, өздеріне ризық етіп берген мал мүлік, күш қуат, ақыл парасат, білім тағы сол сияқты нығметтеріміздің бір бөлігін мұқтаждарға міндетсінбей беріп, ізгілік жолында жұмсайды. Құрбандыққа шалынатын ірі қара малды Аллаға құлшылық етулеріңнің бір себебі әрі Алланың дінінің айқын нышандарының бірі қылдық. Онда сендер үшін діни һәм дүнияви зор қайыр, жақсылықтар бар. Оларды құрбандыққа шалғанда тұрғызып қойып, Алланың атын атап бауыздаңдар, бір жағына қарай жығылып жаны шыққаннан кейін, етінен өздеріңді жеңдер. Ешкімнен қайыр тілемейтін қанағатшыл кедейлер мен қайыр садақа тілейтін жоқ жітікке де жегізіңдер. Міне осылайша сөз әрі іс жүзінде шүкіршілік етерсіңдер деп, сол жануарларды сендерге бағынышты қылып, еріктеріңе бердік. Шындығына келсек, құрбандыққа шалынған малыңның еті де, қаны да әсте Аллаға жетпейді.
оған сендерден жететін тек тақуалық қана. Міне осылайша өздеріңді тура жолға салған үшін Алланы сөз әрі іс жүзінде ұлықтап, ұлылығын баршаға жар саларсыңдар деп, Хақ тағала сол жануарларды сендерге бағынышты етіп, еріктеріңе берді. Уа Мұхаммед, ендеше Алланы көріп тұрғандай, яки жоқ дегенде, Алланың өзін көріп тұрғанын жадында ұстап, игі істер істейтін құлдарымды сүйіншілей бер. Шүбәсіз, Алла иман келтіргендерді әрдайым қолдап, қорғайды. Шынында, Алла опасыз әрі рахметі жоқтардың ешқайсысын жақсы көрмейді. Мүміндерге, өздеріне қарсы соғыс ашқан кәпірлерге қарсы тұруға рұқсат етілді. Өйткені олар кәпірлерден әбден зәбір көріп, жәбірге ұшырады. Шүбәсіз Алланың оларға жәрдем беруге құдіреті жетеді. Ол мүміндер, Раббымыз Алла деп айтқан үшін ғана, нақақтан нақақ атамекендерінен, туып өскен жерлерінен қуылды. Егер Алла кей адамдардың кесір-кесапатын енді бір адамдардың қолымен қайтарып отырмағанда, ғибадатханалар, шіркеулер, синагогалар және ішінде Алланың аты ауызға көп алынатын мешіттер түгелдей бұзылып тас-талқаны шығар еді. Кім Алланың дініне қол ұшын берсе, Алла да оған сөзсіз жәрдем береді. Шүбәсіз Алла тым күшті, һәм бәрінен үстем. Ол мүміндер сондай кемел адамдар. Егер оларға жер бетінде билік, үстемдік нәсіп етсек, олар намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытлы оқиды, зекетті толық береді, жақсылық пен туралыққа бұйырып, жамандық атаулыдан тыюға тырысады. Барлық істердің нәтижесі бір Алланың қолында. Уа Мұхаммед, егер олар сені өтірікшіге балап, айтқандарыңды өтірікке шығарса, налыма, өзің де білетіндей, олардан бұрын өткен Нұхтың қауымы да, Ат пен Самуд қауымы да өздеріне келген пайғамбарларды өтірікшіге балап, айтқандарын мойындамаған еді. Ибрахимнің қауымы да, Луттың қауымы да, олардың өздерін де сөздерін де өтірікке шығарды. Мәдиянның халқы да, Шұғайыптың өзін де сөзін де өтірікке шығарды. Сондай-ақ Мұса да өтірікшіге баланды. Алайда мен кәпірлерге райларынан қайтып тәубелеріне келсін деп, әрдайым мұрсат беріп отырдым. Содан кейін күпірлік пен қатыгездіктен табандаған соң, сазайларын бердім. Мені танымаудың қандай екенін көрсін. Біз халқы залым болған қаншама елді мекеннің күлін көкке ұшырдық. Бір кездері гүлденіп тұрған сол елді мекендерден енді не қалды? Шаңырағы ортасына түсіп, асты үстіне келіп қираған үйлер, иесіз қалған құдықтар, қаңыраған сарайлар мен құлазыған зәулім ғимараттар. Сол кәпірлер жер бетін шарлап, адамды еріксіз ойға қалдыратын осынау ғибратты көріністерге зер салып қарамай ма? Бәлкім сол арқылы олар ақылға салып ойланатын жүректер мен ақиқатты естейтін құлақтарға жарып қалар. Анығында көздер көр болмайды, керісінше көкіректердегі жүректер көр болады. Уа Мұхаммед, олар сенен өздеріне уәде етілген азапты тез арада келтіруіңді сұрайды. Ендеше қам жемей-ақ қойсын. Оларды азаптаймын деп уәде еткен Алла уәдесінен әсте таймайды. Біліп қойыңдар, Раббыларыңның құзырындағы бір күн сендердің есептерің бойынша 1000 жыл сияқты. Халқы залым болған қаншама елді мекендер бар еді. Мен оларға алдымен тәубелеріне келсін деп біразға дейін мұрсат бердім де, содан кейін күпірлік пен қиянаттан табандаған соң, бірден сазайларын тартқыздым, соңында бәрі де маған қайтады. Уа Мұхаммед, адамдар, мен өз білгеніммен немесе сендердің айтқандарыңмен жүретін адам емеспін. Мен уахиге сүйеніп, сендерге ашық түрде ескерту үшін келген ескертуші ғанамын деп айт. Олай болса, иман келтіріп игі істер істегендер үшін кешірім әрі сондай керім, мол берекелі, зиянсыз әрі қайырлы ризық несібе бар. Ал аяттарымыздың ықпалын жойып,
оларды түкке тұрғысыз ету үшін дамыл таппай жүргендерге келсек, ондайлар нағыз тозақлар. Уа Мұхаммед, сенен бұрын жіберген пайғамбарларымыз бен нәбилеріміздің қайсы бірі болмасын қауымына Алланың аяттарын оқығанда, әзәзіл шайтан көкіректерге уәсуәсе салып, тыңдаушылардың оқылған аяттарды толық естіп, дұрыс түсінуіне қолынан келгенше кедергі жасап бақты. Алайда Алла, әзәзіл шайтанның көкіректерге салған уәсуәсінің күшін жойып, еңбегін еш қылады да, өзінің аяттарын бекемдеп отырады. Алла әлим, бәрін білуші, хаким, әрісімен үкімі көп деген хикметтерге толы асқан даналық иесі. Алла шайтанның көкіректерге салатын уәсуәсін жүректерінде адами қасиеттерді жегідей жейтін рухани дерті болғандар мен жүректері тас болып қатып қалғандар үшін сынақ етіп қояды. Шүбәсіз, залымдар ақиқаттың ауылынан тым алыста, және ақиқатқа мүлдем қарсы әрі жаны қас келеді. Сондай-ақ, Алла, ілім иелері, бұл Құранның Раббыңнан келген ақиқат екенін анық білсін, сол арқылы оған шын жүректен иман келтіріп мойын сұнсын, және әбден бауыр бассын деп, шайтанның адамдарды азғыруына жол береді. Шүбәсіз Алла иман келтіргендерді қай істе, қай мәселеде болмасын, тұп-тура жолға салады. Ал күпірліктің шырмауынан шыға алмаған бейбақтар, аяқ астынан қиямет қайым орнамайынша, немесе бастарына қысыр күннің, яғни артынан жаңа күн тумайтын ақырғы күннің азабы келмейінше, Құран жайында күмәннен еш арыла алмайды. Міне сол күні бар билік, шексіз үстемдік бір Аллаға ғана тән болады. Ол адамдарға қатысты ақырғы үкімін айтады. Иман келтіріп игі істер істегендер, көз көріп құлақ естімеген һәм адам баласының қиялына да кірмеген нығметтерге толы жұмақ бақшыларында болады. Ал күпірлік қылып, аяттарымызды жалған деп мойындамағандарға келсек, ондайларға өздерін әбден қор қылатын азап бар. Аллаға иман келтіріп қажет болғанда, Алла жолында хижрет еткен, сөйтіп хижрет еткен жерінде өлтірілген немесе ажалы жетіп дүние салғандарға Алла о дүниеде міндетті түрде сондай керім ризық нәсіп етеді. Шүбәсіз Алла ең қайырлы ризықты беруші, һәм ризық беруде алдына жан салмайтын теңдесі жоқ жақсылық иесі. Алла оларды разы болатын жерлеріне, яғни көз көріп құлақ естімеген әр адам баласының қиялы да жетпеген нығметтерге толы жәннатқа міндетті түрде кіргізіп орналастырады. Шүбәсіз, Алла алим, бәрін білуші, халим. Құлдары қанша күнә жасаса да, өте сабырлы һәм кешірімді. Міне, ақиқат деген осы. Кімде-кім өзіне жасалған әділетсіздік пен зұлымдыққа қарсы шариғаттағы қысас қағидаларына сай, есесін қайтарғаннан кейін тағы да есесі кетіп, зұлымдыққа ұшыраса, Алла оған міндетті түрде қол ұшын береді. Шүбәсіз, Алла ғапу етуші, һәм өте кешірімді. Иә, солай. Өйткені Алла түнді күндізге кіріктіріп қосады да, күнді ұзартады. Және күндізді түнге кіріктіріп қосады да, түнді ұзартады. Сондай-ақ Алла сәмиғ, бәрінде естуші, басир, бәрінде көруші. Иә, солай. Өйткені Алла хақ. Ал мүшріктердің оны бұлай қойып, жалбарынған құдайлары жалғанның нақ өзі. Шүбәсіз ең асқақ һәм ең ұлы болған да бір Алла. Алла аспаннан жауын жаудырғанда, жер бетінің жап-жасыл болып шыға келгенін көрмеймісің? Шүбәсіз Алла латиф. Ешкім көреде, сезеде алмайтын нәрселерді көріп сезе алушы. Шексіз ілімімен жүрек түкпірінде жатқан ең құпия сырлардың бәрін білуші, һәм өте қайырымды. Хабир, бәрінен толық хабардар болушы. Көктер мен жердегінің барлығы оған тән. Шүбәсіз ешкімге әрі еш нәрсеге мұқтаж емес,
түгесілмес байлық иесі де, бар мақтау мен мадаққа шын лайықты болған да бір Алла. Алланың жердегінің бәрін және оның пәрмені, яғни орнатқан табиғат заңдылығы бойынша, теңізде емін-еркін жүзіп жүретін алып кемелерді сендерге қызмет еттіріп, бағынышты қылып қойғанын көрмеймісің? Өзінің рұқсатынсыз жерге құламасын деп, аспанды да бір өзі ұстап тұр. Шүбәсіз Алла адамдарға өте жанашыр, ерекше мейірімді. Сондай-ақ сендерді жоқтан жаратып, тіршілік иесі қылғанда бір өзі. Ол уақыты келгенде, сендерді өлтіріп жандарыңды алады да, содан кейін бәріңді қайта тірілтеді. Алайда адам баласы шынында да жақсылықты түсінбейді. Біз әр үмбетке құлшылық етудің өзіндік жүйесін, жөн жобасы мен рәсімдерін белгілеп бердік. Әр үмбет жаратқанға соған қарай құлшылық етеді. Уа Мұхаммед, сондықтан да өзгелер дін мәселесінде саған қайшы келіп, сенімен таласып тартыспасын. Сен ел жұртты Раббыңа шақыра бер. Шүбәсіз сен ақиқатқа жеткізетін мінсіз әрі тұп-тура жолдасың. Егер өзгелер ақиқатты көріп тұрып саған қарсы шығып, сенімен таласып тартысатын болса, оларға Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңді жақсы біледі. Сондықтан да әркім өз үшін жауап береді деп айт. Алла қиямет күні өзара таласып тартысқан мәселелеріңе қатысты өз билігін айтып кесімді үкім шығарады. Алланың көктегі мен жердегінің бәрін білетінін білмеймісің? Расында оның бәрі бір кітапқа жазылған. Бәрін білу һәм білгенінің бәрін бір кітапқа жазып қою Алла үшін шынымен де оп-оңай. Өкінішке қарай, адамдардың көбі Алланы былай қалдырып, хақ тағала Құдай тұтуға болатындығы хақында ешбір дәлел түсірмеген және не екенін өздері де білмейтін нәрселерге, пұттарға табынады. Анығында мұндай залымдардың бірде-бір жәрдемшісі болмайды. Аяттарымыз айқында анық оқылғанда, күпірліктің шырмауынан шыға алмағандардың жүзінен жақтырмағандық пен күпірліктің табын байқайсың. Олар қанын іштеріне тартып, өздеріне аяттарымызды оқумен болғандарда тарпа бас сала жаздайды. Уа Мұхаммед, оларға сендерді өздеріңше жамандыққа жорған осынау ақиқаттардан және мына жағдайларыңнан да жаман нәрседен хабардар етейін бе? Тозақ оты. Алла оны күпірліктің шырмауынан шыға алмағандарға уәде еткен. Бұл қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман барар жер деп айт. Уа адамдар, сендерге мынандай бір мысал, тәмсіл келтірілді, соған құлақ асыңдар. Сендердің Алладан басқа тәңір тұтып, жалынып жалбарынғандарыңның барлығы бірігіп жұмыла кіріссе де, бір шыбын жарата алмайды. Тіпті шыбын олардың бір нәрсесін қағып, іліп әкетсе, одан оны алып қала алмайды. Сұраушы да, өзінен бір нәрсе сұралған, жалған құдайлар да дәрменсіз. Олар Алланы лайықты түрде танып, бағалай алмады. Шүбәсіз Алла бәрінен күшті, бәрінен үстем. Шынында, Алла періштелердің арасынан елші таңдағандай, адамдар арасынан да елші таңдайды. Яғни періште де, пайғамбар да жаралған, олардың еш қайсысы құдай бола алмайды. Шүбәсіз, Алла сәмиғ, бәрін естуші, һәм басир, бәрін көруші. Алла олардың алдындағыны да, артындағыны да, яғни келешегін де, өткенін де, әрі оларға мәлім болғанды да, беймәлім болғанды да толық біледі. Соңында барлық істер бір Алланың құзырына жөнелтіледі. Сөйтіп ол қай іске қандай үкім айтса, сол орындалады. Уа иман келтіргендер, рукуғ жасаңдар, сәждеге бас қойыңдар, сонымен қатар басқа да құлшылықтарды атқарып, Раббыларыңа толыққанды құлшылық етіңдер және барлығы бастан аяқ қайырлы болған діндеріңнің өзге үкімдерін де бұлжытпай орындаңдар. Міне сонда мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. Сондай-ақ Алла жолында лайықты түрде
һәм жандарыңды салып аянбай күресіңдер. Ол адамдар арасынан осынау ұлы міндетті орындау үшін мына сендерді таңдады. Сендерге дінде ешқандай ауыртпалық артқан емес, яғни шамаларың келмейтін міндет жүктеген емес. Міне бұл Ибрахим бабаларыңның жолы. Алла бұдан бұрында осы Құранда да Алла елшісінің сендерге, яғни діндеріңе қаншалықты берік екендіктеріңе куә болуы, және өздеріңде күллі адамзатқа куә болуларың үшін сендерді мұсылмандар деп атады. Ендеше намазды кемеліне жеткізе, үзбей һәм уақытлы оқыңдар, зекетті толық беріңдер. Және Аллаға, дініне жабысып, ажырамаңдар. Ол сендердің иелерің. Ол қандай керемет ие, қандай керемет жәрдем беруші.